Қазіргі заманның ритмі тез өзгеруде. Күн сайын жоқ, секунд сайын біз интернеттен жаңа информация аламыз. Осылардың барлығына адамдар оны жаңа информацияларға мән беруге, оны меңгеруге уақыт таппайды. Дәл осылай информация жинала береді. Қазіргі сәтте фокус, внимание басқара алу ең маңызды навык. Бақыт пен денсаулықтың, успехтің алғышарттарының бірі осы фокус. Wingardium Leviosa. Цифрлық заманда бізді алаңдататын заттар қоршап алған. Қазіргі сәттің өзінде бір уведомлениені көріп, оған жауап беріп жатуыңыз мүмкін. Қазірден бастап жетістік тайм-менеджментке қаншалықты байланысты болса, өзіңіздің фокусыңызды басқара алу да соншалықты тәуелді. Біз неге бағытталып фокусымызды соған қарай нұсқасақ, сол нәрсе өсіп дамиды. Мынандай бір оқиғаны айта кетпекпін. Ежелде бір ақсақал балаларын жинап алып, оларға ақыл бөлісіп отырады. Менің ішімде екі қасқыр арасында күрес болып жатыр дейді. Иә, сондай. Бірінші қасқыр ашу, қорқыныш, өзіңді кінәлі сезіну, сараңдықты бейнелейді. Екінші қасқыр бірлікті, ақылдылықты, махаббат пен шындықты бейнелейді. Осы күрес әрқайсысының ішінде болып жатыр деген екен. Сонда балалар ойланады да, ішінен біреуі сұрақ қояды. Сонда қайсысы жеңеді? Бұл жердегі ақсақалдың жауабы: сендер қайсысына тамақ беріп асырап бақсаңдар, сол жеңбек деген екен. Сондықтан да назарымызды дұрыс жолға бағыттайық. Әр нәрседен жақсылық көруге тырысайық. Вот все, что тебе нужно знать. Көп адамдар көп істі бір уақытта бітіруге тырысады. Бұл тиімділікті еш арттырмайды. Статистиканың айтуы бойынша көп жағдайда машина айдайтындар телефон қолданады, және де бұл көп знактарды байқамауға, аварияларға әкеліп соқтырған. Белгілі бір уақыт ішінде тек бір ғана іспен айналысқан сізді жетістікке тез әрі оңай әкеледі. Бұрындағы алғашқы адамдардың жануарлардың дыбысына назар аударып қалуы көп адамдарды өмірден құтқарып қалған. Оның бір ұрпақтары сен болу мүмкінсің. Қазіргі рефлекс бір нәрсеге фокусты ұстауға кедергі келтіреді. Көзіңіз ашылып, жүрегіңіздің соғуы тездетіп, сезімталдығыңыз артады. Сол сияқты, мысалы, телевизорде, фильмдер арасында рекламаға назар аудармай қоймайсыз, өйткені біз ертеден келе жатқан выживание механизмі осылай внезапны өзгерістерге көздің көру ауданында және оның перифериясында назар аударады. Сондықтан да барлық отвлекающий нәрселерді жұмыс орныңыздан алып тастағаныңыз жөн. Тек қана сіз және де жұмыс істейтін құралыңыз болған дұрыс. Смартфондар мен планшеттерден керек емес уведомлениялардың арылу, бұл сіздің фокусыңызды арттыруға септігін тигізеді. Көптеген керек емес, мысалға бір инстаграмда біреудің прямой эфирға шыққаны, не лайк қойғаны туралы уведомлениялар сізге мүлдем қажет емес. Сол сияқты керек емес уведомленияларды алып тастаңыз. Соцсеттердің уақытын барынша толықтай азайту. Дәл қазіргі сәттің өзінде инстаграмға кіріп, қаншама күніне уақыт бөлгеніңізді қарап шығыңыз. Бұл 2 сағат болса, 12 күннің ішінде бұл 24 сағат, яғни
бір күнді толықтай Инстаграмға берген болып саналасыз. 24 сағат. 24 сағат. Бітпеген процесстерді біз есте жақсы сақтаймыз. Бұл эффект Zeigarnik деп аталады. Мысалы, кафеде официанттар орындалмаған заказдарды есте жақсы сақтайды, ал ол заказ орындалғаннан кейін бірден ұмытады. Дәл сол сияқты бір істі бастаған кезде аяғына дейін жеткізіп тастаңыз. Бұл сізді басқа іс орындап отқан жағдайда анау туралы ойламауға септігін тигізеді. Және де егерде сіз бұл істі бітіре алмай жатқан болсаңыз, оны блоктарға, кішкене блоктарға бөліп тастайсыз да, оны бітіріп, келіштатты жауып тастайсыз. Бұл сіздің ойыңызды жинақтауға көмектеседі. Денеңізде стресс кезінде мышцаларды напрягаться етеді. Бұл стрессті одан әрі арттырады. Келесі релаксация методикасы бұл шаршағаныңызды басып, напряжениені алып, жаңа бір күш береді. Эдмунд Якобсонның прогрессиялық релаксация методикасы денеңіздің мышцаларының жоғарыдан төменге қарай напрягать етіп босату. Бұл денеңіздің толық босауыңызға мүмкіндік береді, өйткені ғалымның зерттеуі бойынша адамның денесі бір уақыттың ішінде расслабленный, не напряженный күйде бола алмайды. Не біріншісі, не екіншісі. Қазіргі информационный поток бір жұмысқа, фокусқа кедергі келтіреді және де прокрастинация тудырады. Джейн Бурканың айтуы бойынша негізгі прокрастинация 3 страхтан, қорқыныштан тұрады. Бұл біріншісі страх неудачи. Көп адамдар өзіне қателік жасауға қорқады. Бұл еш нәрсе істемеу кейінге қалдыруға әкеліп соқтырады. Екінші страх успеха, үшінші страх оказаться под контролем. Прокрастинацияны жеңу үшін сенімділікті арттыру керек. Ол үшін мына жаттығуды қолдансаңыздар болады. Бір кішкене мақсат анықтап аласыз, одан кейін оны кішкене блоктарға бөлесіз. Одан кейінгі осы блоктар арасында демалуды және де өзіңізге сыйлық жасауды ұмытпаңыз. Егерде бұл блок қиын болып кетсе, оны тағы да кішкене бөлшектерге бөліп тастаңыз. Бұл сенімділікті арттыру үшін. Уверен, что это он? Да. Абсолютно? Не знаю. Не знаешь, уверен ли ты? Не знаю, что значит абсолютно. Значит, ты уверен? Да. Да, что? Да, я уверен, что это Элис Бритл. Стив Джобстың бүгін бұл өмірдегі соңғы күн деген ой, бұл өмірдегі ең маңызды шешімдерді қабылдауға таптырмас құралдардың бірі деген екен. Өйткені осы өлімнің қасында қорқыныш, бір нәрсе жасай алмай қалу, басқа адамдардан сенен ожиданиясы, мақтаныш деген сияқты сезімдер өлімнің қасында түкке тұрмас нәрсе болып қалады. Және де сіздер бір күн, бүгін өмірімдегі соңғы күн деп өмір сүріп көрсеңіздер, көп нәрсеге басқаша көзқараспен қарайтын боласыздар және де фокус пен осознанность артады. Күніне 7-8 сағаттан артық не кем ұйықтамау адам өмірінің сапасын төмендетеді, яғни фокусты да. Сондықтан да ұйқыға әрдайым белгілі бір уақыт бөлгеніңіз абзал. Кейбір адамдар одан әрі көп жұмыс жасаймын деп ұйқыдан уақыттарын алып қоя береді. Бұл
өте үлкен қателік. Медитация бұл ғасырлар бойы зерттелген методика. Монахтар өздерінің пульстарын бәсеңдетуге және де нервный системасын басқара алады екен. Сіздерге қазір Герберт Бенсонның ең оңай 4 этаптан тұратын методикасын ұсынбақпын. Бұл жерде ең бірінші көзіңізді жұмасыз, екінші денеңізді босатасыз, үшінші терең тыныс аласыз да, төртінші сізге тыныштық әкелетін немесе ең оңай бір сөзді қайталап отырасыз. Мысалы, бір. Ауызша емес, тек қана ойша. Спортпен шұғылданатын адамдарда стресс аз болады. Сол үшін өзіңізге ұнайтын спорт түрін таңдап алып, спортпен шұғылданыңыз. Ганс Селенің стресске күші жететін құралдардың бірі бұл благодарность сезімі деген екен. Адамдардың благодарность сезгенде оның миында серотонин бөлініп, химиялық процестерді бәсеңдетеді және де осы бей или беги реакциясын тудырмайды. Келесіде стресс кезінде өзіңіздің өміріңізге, семьяңызға, денсаулығыңызға, достарыңызға благодарность жасап қойыңыз. Және де күліп жүріңіздер. Құрметті достар, мен сіздермен осы тақырып бойынша барлық білетін, қолданатын пайдалы кеңестермен бөлістім. Енді сіздердің өздеріңіз ойларыңызды жаза кетсеңіздер, осы тақырып аясында қандай методтар қолданасыздар, бұлардың барлығын комментарийға жаза кетулеріңізді сұраймын. Дәл қазір өзіңізді дамытуға бір қадам жасап, каналға тіркеліңіздер. Лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.